Тозаңды терезе, Шойбек Орынбаев. Басы алдыңғы бөлімде. Қызы шашын қысқартады, еркегі ұзартады. Біз секілді кәрі қақпастар қаусап тұрсақ та, бойымызда әлі еркектік намысымыз бар. Әлгі жыртақай қыз қырқынның езуінде жүрген пилтір-милтіріңді сондықтан тартқымыз келмейді. Қайран махорканың қадірін кім білген? Аңсап тұрамыз. Шалдың жастарға тигізіп айтқан қыршаңқы сөзіне іштей шамданып қалдым. Сыр бергім келмеді. Жаныңда үлбіреген немересі бар болғаны тілді байлап тұр. Жауап қатпай өз жөніме жүре бердім. Кетіп бара жатып Ақберенге көз қиығын тастағанмын. Әйбат кейіппен дағы жымиды. Өзім де түсіне бермеймін. Осы жымиыс менің сезімімді бір бүлік еткізіп, жанымды шымшып алатыны бар. Мән бермегенсіп, өзімше байсалды болғансып, салмақтылық танып жүре беремін. Ол періште көңіл қыз ғой. Көркі келіскен, сымбатты, сұқсырдай сұлудың бірі. Ақша маңдай, ақтамақ, оймақ ауыз, шие еріннің нағыз өзі. Хас шебердің қылқаламынан туған суреттей қандай киім кисе де жараса кетеді. Әдемі кеуде анау, қыналған бел мынау, көкірек қағып мен деген талғампаз бозбаланың өзі түп-түзу балтырына, қас кеудесіне, бос тастаған білектей бұрымына тамсанары анық. Менше, денесіне артық ет бітіп көрмеген көк жұлын жылқыдай тарамыс жігітпін. Сұңғақ екенімді білемін. Есесіне қоңқақ біткен мұрнымды құрдастарым айызы қана әжуалайды. Несі бар? Жылқы ерінді, ер мұрынды келсін деген бұрынғы ата-бабадан қалған сөз мен сияқтыларға айтылған шығар. Оның үстіне жанарыңда мейірім үйіріліп тұрады деген біреулердің сөзін кәдімгідей малданып жүріп жатқан жанмын. Әйтеуір жұтынып тұрған кескін келбет менде жоқ. Өзгеден өзгешелігімді байқамасам да, шақшадай басымды шарадай етіп, соңғы кезде жиі ойланатынды шығардым. Өмір көшінің алғы легіндегі үлкендердің топшылауынша жүйкем қаршадайымнан жұқарған, төзімім тозуға айналған көп жастың бірімін. Тындырып жатқанымда шамалы, жұлқынып пысықсынғанда не істемекпін? Тарихтың шығыршығын шыр айналдырған дүбірлі революция ғасырдың бас кезінде өтіп кетті. Шапаев пен Амангелдіні туғызған кезде соның арғы-бергі жағында. Ол туралы кинодан көреміз, кітаптан оқимыз. Сол жайттерді түбірлеп білмесек те, білетіндей кейде қыз келтеңдіктерден дауласамыз. Өңешіміз үзіліп кете жаздайды. Білім ғылымның шарықтаған заманы. Ананы да оқимыз, мынаны да оқимыз. Ана оқиғаны естиміз, мына оқиғаны естиміз. Білу жағынан, есту жағынан тасы өрге домалаған ұрпақпыз ғой. Бірақ соның ара жігін ажыратып, ақ қарасының байыбына бара бермейміз бе қайдам? 20 ғасырдың екінші жартысынан кейін дүниеге келгендер не көрді? Тарихқа жазарлық ерлік көрсете алмай әлекпіз. Ұлы оқиға, ұлы селдер бізден бұрын өтіп кетіпті. Бабаларымыз қолына жалаң қылыш ұстап, елге теңдік әперді. Аталарымыз етігінің қонышын қанға малшынтып, отанын жаудан қорғап қалды. Әкеміздің өзі де әлдекімнің нұсқауымен ұран салып, мұз жастанып, шөлге қаталап, тың көтеріп, қала салып, әлемді гүлдентіп жіберді. Біз енді жалғанды жалпағынан басып жүріп жатырмыз. Бақытты заманда шаншылған бақытты оқпыз. Бұлай деп әлгі құлық қарт айтады. Көнеден қалған көздің бірі ғой. Көнекөз қария әрине біліп айтады. Бізді түсінсін деп айтады. Түсінетін жастамыз. Түсіне алсақ болғаны. Көшені бойлап асығып келемін. Күтетін қимас адам бар. Соған тезірек жетпекпін. Мені күтетін бала күнгі досым еркіміз. Ол еске түскенде көкірегім уайымнен қарс айырылады. Бір кездегі қыз қызығатын жарауаттай мүсінді жігіт жоқ қазір. Қайсарлығы бір басына жететін еркіміздің көңілі бордай үгіліп, жүгері құм болғалы жылдан асып барады. Тепсе темір үзетін жастағы жігіт сар жамбастанып төсекке таңылып қалған. Қайратты шағында қиялы қанатты кезінде бұдан өткен қорлық, бұдан өткен азап бар ма? Ол үшін. Жалындаған 25-інде бұл не көрді? Тағдырдың тәлкегін, пышақтың жүзінде ойнамалы өмірдің басқа салған әлегін көрді. Топшысынан қайрылып, аңға түсуден қалған қырандай мұңға бататын болған.
көнгісі-ақ келмейді. Қарсыласып бағады, бірақ тағдырдың да кейде шеңгелі қаттау сірә. Мен сол досыма сығамын, құлазыған кеудесіне қуаныш ұялатсам деп, жасыған жігерді жансам деп барамын. Ол тұратын үй қаланың қаға берістеу жеріне орналасқан. Терезе жақта шаң боратып жататын топырақ жол бар. Одан машинада адам аяғы да үзілмейді. Қайнап жатқан тіршілік бір сәтке де толас таппайды. Ал ауыр доңғалақтардан көтерілген шаң терезе айналарына қонақтап, бірер күнде ақжолақтанып шыға келеді. Осы үйге келген сайын тозаңды терезелерге ойлана көз тастаймын. Бір қызығы, тұрғындардың ешқайсысы да қала басшыларына барып, бұл жөнінде шағымданып көрмепті. Солай болуға тиісті сияқты. Бәріне көндік деген жұрт әйтеуір. Бұған көнгісі келмей бұлқынып жүрген менің досым ғана. Өз өмірдің өзгелердің өлшеміне сыйғыза алмай әлектеніп отырған жанның бірі ол.